Балалар, біз бүгін калифорниялық шылаушын туралы қызықты зерттеу жүргіземіз. Алтын әміртегі шылаушын деген не? Апай, ол не үшін керек? Жарайсыңдар балалар, сендер сұрақтар қызықты екен. Шылаушын міне. Шылаушын бұл бұлшық еттерін жиырып созу арқылы қозғалады. Иә. Ол ығалды ортада тезірек қозғалады. Ал құрғақ жерде ол қозғалысы баяулап қалады. Және де ол, қараңдар, ол қылтандары арқылы топыраққа жабысып, жақсы жабысады да, жақсы ілініп, ол сырғанап кетпей, сол жабысып, топыраққа жабысып жүреді. Түсіндік пе? Балалар, қазір біз қызықты тәжірибе жасаймыз. Шылаушының ығалды жақсы көретінін қызықтаймыз. Балалар, ол үшін шылаушынды құрғақ ыдысқа әкеліп саламыз. Бұл шылаушынды ығалды жақсы көреді. Сонан соң әр жерге ығалды суды тамызамын. Ол өзіне ығалды іздейді. Балалар, сол жерді іздеп өзі қозғалады. Бұлар құрғақ жерді емес, олар ығал жерді жақсы көреді. Балалар, қозғалып жатыр ма? Иә. Біз балалар қараңдар. Мына топырақты қараңдар. Мына топырақ өңделмеген топырақ, өңделмеген топырақ құм, Ал мына құмды қараңдаршы, өңделген. Яғни біз бұның жаңағы шылаушындарды салғаннан кейін бұл биогумус деген бізге құнарлы топырақ береді. Бірнеше күн бұрын еккен осы біздің бидайды, мына ектік қой бидайды. Осы топырақпен ектік. Құнарлы топырақпен өсірген бидайымыз 5 күнде шықты. Құнарлы топырақпен өсті. Және де біздің мына гүлдеріміздің барлығы да құнарлы топырақпен өскен. Яғни біз құнарлы топырақпен өсірсек, әрбір гүліміз әдемі болып өсіп шығады. Бізде ауламызда, бақшамызға да осындай топырақты апарып, мынадай топырақтарды апарып егуімізге болады. Түсіндік пе? Иә. Біздің келесі тәжірибеміз шылаушындардың туннель қазуын қызықтаймыз. Балалар, мен мына топыраққа шылаушындарды жібердік. Шылаушындарды жібердік. Енді осы шылаушындар, балалар, міне, мына шылаушынды да жібереміз топыраққа. Біз топыраққа не салдық? Көң салдық. Және де көкөністердің қалдықтарын салдық, Міне. Шылаушындардың пайдалы екенін білдік. Бау-бақшадағы өсімдіктердің топырағын жақсартып, олардың гүлдеріміздің әдемі болып өсуіне ықпал ететінін біз анықтап білдік пе? Иә. Тәжірибеде біз анықтап білдік. Жарайсыңдар.